Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай достар? Бүгін осындай логотип жасауға тырысамыз. Бұл логотип жасау үшін мен білмеймін бұны қалай жасайды. Просто біз жасап көреміз. Круг қойып, квадрат. И бұны айналдырып қойық. Примерно ойластырып шығарамыз. Түсін қара қойып. И осылай қоямыз. Мінекей. Мына жерден осыларды өшіріп тастаймыз. Мына жерде былай созып жүрген shift тастап тұрып осылай созып көреміз. Осылай тартамыз, стакансы тартамыз. Бұл жерде артық элементтерді өшіріп тастаймыз. Осылай тұра берсін. Қалыңдығын көбейтейік. Көп қоямыз. Трансформировать зеркальное отражение. Горизонтально деймізді. Копировать деп қоямыз. Мінекей. Ctrl-S, Ctrl-F деймізді. Көшіреміз, осы қойып қоямыз. Мінекей әдемі шығып кетеді. Бәрін көшіріп аламыз. Ctrl-S, Ctrl-F деймізді, айналдырамыз. Мінекей. Қандай әдемі бір лого дизайн жасап шықты. Мен білмеймін қалай жасайды. Просто алдық та жасай салдық. Сделанный лучше идеального дейді. Мен идеальный жасауға тырысқан жоқ, просто жасап көрдім. Осындай әдемі бір дизайн пайда болды. Сіздер де осылай қайталап көріңіздер. Сіздерге жалпы пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егер де дизайн, логотип керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде болады. Төменде Instagram, TikTok парақша бар. Маған тіркеліп жазсаңыздар болады. Сделанный лучше идеального. Көрдіңіздер ма? Ештеңе жасамай қойғаннан көрі, жасап көріп, какой-то бір результат алған пайдасы қандай жақсы. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.